Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар? Бүгін біздің бірінші лекциямызды тыңдаймыз. Фольклордың ерекшеліктері, ауыз әдебиетінің түрлері. Фольклор халық шығармашылығы, яғни бұл дүниежүзінің барлығында бар, дүниежүзінің халықтарының бәрінде бар. Халықтың ауыз әдебиетін зерттейтін ғылымды біз фольклористика деп атаймыз. Фольклорға ауыз әдебиетінің жанрларын жатқызамыз. Мысалы үшін аңыздар, хиссалар, ертегілер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, жалпы қазақтың тұрмыс салт жырларының барлығы осы ауыз әдебиетінің жанры ретінде фольклорға жатқызылады. Сондай-ақ эпостық жырлардың кім шығарғандығы нақты автор болмағандықтан қазір фольклордың аясында зерттеу жұмысын жалғастырып жатырмыз. Сондай-ақ шешендік өнер мен айтыс, бұл екеуін фольклордың аясында қарастырып келдік. Дегенменен оған қарастыруымызға ауыз әдебиетіндегі фольклор бұл жаңағы халықтың шығармасы, ауызша тарағандықтан, халық арасында халық даналығын мәлімдегендіктен біз оларды фольклордың аясында қарастырып келдік. Дегенмен соңғы кездері осы айтыспенен шешендік өнерді, шешендік сөздерді ауызша авторлық әдебиет аясында қарастыру ғылыми айналымға түсіп жүр. Бірақ оның ауызша тарағандығына қарай біз халық мұрасы ретінде фольклордың аясында да қарастырып, ғылыми еңбектерімізді жалғастырып, оны оқытуды жалғастырып отырмыз. Қазақ әдебиеті жанрлық тұрғыда сан салалы дамыған, мазмұндық, пішіндік тұрғыда көркемдік биік деңгейінде көптеген тамаша туындыларына қоса ертеден қалыптасқан бай фольклорға ие түрленіп дамыған әдебиет болып саналады. Қазақ фольклорының 100 томдық жинағы құрастырылып, жарық көру осының дәлелі. Ертегілерді алатын болсақ, қиял мен фантазияға негізделген сиқырлы ғажайып оқиғалар баяндалады. Тұрмыстар ертегілері, тұрмыстық оқиғалар баяндалады. Хайуанаттар жайындағы ертегілерде құстар мен жануарлар кейіпкер болып, кейде олар адамдарменен де қарым-қатынаста, бір-бірімен сөйлесіп, бір-бірін түсіністікте, осындай жағдайда жүреді. Бұлардың барлығы ертегіге қатысты қазақ қоғамында болған шындықты суреттейді. Эпостық жырлар да осы ауыз әдебиетінің бір жанры. Соның ішінде, эпостық жырлардың ішінде лиро-эпостық жырлар бізде көп тараған. Ол жастардың сезіміне қатысты. Ол жерде тек қана сезім ғана суреттелмейді. Ол жерде қоғамдық жағдай, қоғамдық мәселе, сол кездегі дәуірдің шындығы, осылардың барлығы қамтылады. Мақал-мәтелдерде халықтың даналығы мен өмірлік тәжірибесі қысқа және нұсқа беріліп отырады. Ол жерден көп нәрсені байқауға болады. Жұмбақтар бір зат немесе құбылысты бейнелі сипаттап, оны табуды талап ететін қысқа өлеңдер. Жұмбақтар баланың ой-өрісін дамытуға және ақыл-ой қабілетін арттыруға бағытталады. Эпостық жырлардың бір түрі болып саналатын бұл батырларға қатысты батырлық жырлар. Батырлық жырлар қазақ халқының ерлік тарихын бейнелейтін эпикалық шығармалар. Батырлар жыры халықтың батырларын дәріптеп, олардың ерлігін насихаттайды. Мұндай батырлық жырлар тарихымызды білдіреді. Тарихымызда қандай оқиғалар болды, қай жерде қандай соғыстар болды, оған қандай батырлар қатысты, қандай ерлік көрсетті, және ол батырлардың жар таңдауда және астына мінетін, жауға шабатын ат таңдауда осы мәселелер қалай болды, осы жырда осы мәселелердің барлығы баяндалып отырады. Айтыс жанры, бұл жанр белгілі бір авторлар өздері айтылады, авторлардың аты айтылып отырады. Сол авторлардың бір-бірімен айтысуы ол ауыз әдебиетінің жанры ретінде қарастырылады. Дегенмен соңғы кездері ауызша авторлық әдебиеттің негізінде қарастырылып жүр. Сол негізде ғылыми айналымға түсіп жүр. Бұл жерде айтыстың өзіндік ерекшелігі болады, оның түрлері бар, оның барлығын біз алдағы уақытта айтатын боламыз. Қазақ халқының ерте заманда жасалған мәдени мұрасының бір түрі осы халық ауыз әдебиеті екендігін айта келе, жазу сызу өнері болмаған ерте кезде қазақ халқының өзінің тұрмыс тіршілігі, қоғамдық өмірі, шаруашылығы мен кәсібі, қуанышы мен күйініші, дүние танудағы көзқарасы, осындай жағдайлардың барлығы өлең жырларымен, ертегі әңгімелермен, тіпті мақал-мәтелдермен түйіліп айтылып, аңыздар арқылы
беріліп отырған. Оларды ауызекі айту кезінде осындай шығармалар туындаған. Сондықтан да бұларды халықтың ауызша шығарылған көркем шығармасы, даналық сөзі, яғни ауыз әдебиеті деп атаймыз. Оны біз жоғарыда оның түрлерін атап өттік. Ауыз әдебиетінің қандай үлгілерін болса да әуел баста жеке адамдар шығарғаны белгілі. Бірақ олардың негізгі авторлары сақталмағандықтан бұл халық шығармасы болып сақталып отыр. Бұның барлығын біз айтып кеттік. Алдағы уақытта бұл тақырыптарды жеке-жеке қарастырамыз. Сол жеке-жеке қарастыру арқылы бұл жанрларға тоқталып өтеміз. Негізінен 20 ғасырдың алғашқы ширегінен бастап осы ауыз әдебиетін зерттеу қолға алынды. Олар жинастырылды, олардың әрқайсысына жеке-жеке анықтамалар берілді, сөйтіп заңдастырылып, жанр ретінде заңдастырыла бастады. Ол заңды да өйткені қандай болмыстың, құбылыстың арғы төркінін, түп тамырын зерттеу үшін ең алдымен сол құбылыстың сипатын, көз жеткізер уақыттың ішіндегі қалпы мен өзгерістерін байқап, оның өзге құбылыстарымен ара қатынастарының бетін ашып алған жөн. Сондықтан да ауыз әдебиетінің жанрларының қалыптасуына бізге себепші болған сол кездегі қазақ халқының аузында дәстүрлі түрде жалғасып келген осы жанрлар болды. Ол жанр ретінде қалыптаспады. Олар тек ауыз әдебиетінде ауызша айтылып келді. Соны жинастыра отырып, біз оны жанр ретінде қалыптастырдық. Қазіргі таңда сол жанрларды зерттеу өз жалғасын тауып жатыр. Осымен бүгінгі лекциямызды аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.